Сәлем достар, мен бүгін сіздерге Excel форматында ең оңай есептеу әдістерін көрсететін боламын. Бірнеше тәсілдерді бухгалтерлік есептік кезінде қолдануларыңызға болады. Яғни бірінші мысалды көрсете кетейін. Бірінші, егер де бізде осылай айға бөлесіз бе, может күнге бөлесіз бе, бір айдың ішінде, яғни осылай мен примерно суммаларды жазып қойдым, яғни итогыны қалай шығарамыз осындай ненің таблицаны, соны көрсететін боламын. Яғни барлығын белгілеп барып, мына сумманы, автосумманы басып шығаруларыңызға болады да, және де осылай тартуыңызға болады да. Бұл бірінші әдісі. Екінші әдісі, біз осы сумманы тең болғанын басып, мына жерде fx деген соны басасыздар да, мына жерде сумма деген сөзді тауып аласыз, сум деген. Сумды тауып, окейді бассаңыз, тағы да окейді бассаңыз, сіздің общий суммаңыз шығатын болады, және де қорытындыда тарта қоятын боласыздар. Яғни екінші әдіс. Үшінші әдіс, мен сіздерге былай есептеулеріңізге болады. Яғни барлығын осылай белгілеп аламыз, және де Ctrl-ны басамыз. Ctrl-ны басқан кезде осындай формула шығады, окейді басасыз. Яғни строка итогов деген галочка қоясыз, сонда сіздерге итог шығатын болады. Яғни 529.159 теңгені осылай тарта қоясыздар. Тарта қойғанда сіздердің итогтарыңыз шығатын болады. Яғни тарта қойсыздар, осы сумма шығыпты. Енді бізде мына жерде мына графиктің бізге беріліп тұрған әртүрлі түске бояуыңыз болады. Ашық болса осылай тұратын болады, немесе темный цвет, өзіңіздің ыңғайыңызға қалай осылай өзгертіп отыруларыңызға болады. Мысалы, мен осылай светлый болып тұрғанын қалаймын. Келесі әдіс, мен сіздерге көрсеткім келіп отырған, яғни бұл жерде яғни сізге осы столбец керек болатын болады да, например, сізге осы жерге жанға немесе астыға керек болатын немесе главныйға барасыз, главныйдың ішінде формат по образцу дегенді басыңыз, общийге басып қойсаңыз, сіздің аппетитіңіз өшіп болады. Яғни қалай сіз белгілейсіз, мысалы мен шамасын белгіледім да, барлығын белгілеген жоқ. Например, осылай белгілесеңіз, сіз общийге қоюыңызға болады. Немесе астыға түсіруіңіз болады. Қалай жасауыңызға болады. Және де екінші әдіс, мен қолданғым келіп отырған, например, мен екінші әдіс осыны алғым келіп отыр, осы формула қоятын боламыз. Біз яғни бізге айына 3.000 теңге, мысалы кеңсе тауарларын сатуға бізге план қоятын болады. Мысалы, мен примерно просто суммасын алып отырмын, өзіңізге керекті сумманы қоятын боласыз. Например, жұмыс жасағанда, может, план орындау керек бізге. Планда, мысалы, бір айда 2 миллион, 3 миллион бізге сату керек, немесе соны жасау керек. Результат қанша қалғанын білуіңіз үшін мен айға бөліп қойдым. Например, әр айда қанша суммаға біз зат сатуымыз керек план бойынша еді. Осының итогын шығару үшін мен барлығын қосып сумманы басатын боламын. Яғни менде міне ай сайынғы итогым 2700. План біз бүйтіп есептейтін едік. Например, 3.060.000 деп. Например, мен оны есептегім келіп отырған жоқ. Мен былай жасаймын. Если деген формуланы жасайтын боламыз. Яғни жақшаны ашамыз да итогтан мен ағылшынға қойып алайын. Үлкен немесе тең қоямыз, тең болады. И планның суммасын қоямыз, планды. Сосын двоеточие қойып, обязательно қоямыз. Формулада двоеточие двоеточиені қоямыз. Және де выполнен деген сөз жазамыз. Немесе двоеточиені қоямыз. Так, бұның ішінде кавычканы ашатын боламыз.
Табличканы ашатын açığımız. Şanaşan. Yumuşakşar. Nakşarmış olabilir. Yumuşakşar olabilir. Bu bunun gibi. Buradan seni buradan жерде bulmuş. Buraya mаған işтеп кетті. Yani mына жерде не выполнен деген сөз шығып тұр иә. Егер де мен артық орындайтын болсам немесе точь по точь орындайтын болсам мына жерде сөз өзгеретін болады иә. Яғни мен 1200 деп қояйын иә. Например, мен қаңтарда 1200 3700 мен план артық орындаймын. Онда выполнен деген сөз шығатын болады. Және де өзге артық орындаймын. Рахмет. Сұрақтарыңызға.